Құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар, тіл мерекесі құтты болсын. Абай бабамыз мақсатын тіл ұстартып өнер шашпақ, наданның көзін қойып көңілін ашпақ. Үлгі алсын деймін жас жігіттер, думан, сауық ойда жоқ әуел бастап дейді. Тіл не береді? Тіл адам бойындағы қасиетті рухани байлықтың бәрін береді. Тіл ақыл береді, тіл талап береді, тіл ой береді, тіл махаббат береді, тіл мінез береді, тіл білім береді, тіл сүю махаббатында береді. Елде ана, тарихта ана, тілде ана, табиғат ана. Анамыз осы байтақ дала. Осы аналардың ең қасиеттісі ана тілі ғана, яғни қазақ тілі. Мәңгі жасасын, ғұмыры ұзақ болсын. Жастарымыз аман, еліміз аман, еліміз сау болсын. Ана тілі арымда, намысымда, бойыма күш, ойыма шабыт берер. Тіл деп білем тірлікті, бірлікті де, тіл деп білем анамның айналғанын. Тіл деп білем заманда қоғамды да, куә болар жырларым оған мына. Тіліңмен ұғаласың адамды да, тіліңмен шығаласың көп алдына. Жайнап кеттау жасарып бүгінде өңір, мәртебесі биіктеп тілім менің. Түңілгенмен тағдырдан, талайлардан, қайран тілім өзіңнен түңілмедім. Ана тілі, қымбат маған ана тілім, бал тілім. Қымбат маған дана тілім, ар тілім. Ақ сүтімен бірге сіңген бойыма, ана тілім ардақ тұтар алтыным. Ана тілін жырлап өткен талайлар, жырлап өткен Ыбырай мен Абайлар. Қасиетті менің ана тілімде, өшпес мәңгі алаулаған арай бар. Өлең жырмен арайланса тау күліп, ана тілін жырлап өтем ән қылып. Мағжан, Қасым, Мұқағали жырларын жалғастырып жата беремін мәңгілік. Ана тілім, жүрегімсің анамның. Жүрек ана, мен өзіңнен жаралдым. Сағат сайын саулығыңды тілеймін. Сенсіз мынау керегіне ғаламның. Сенің әрбір тынысыңмен күн кешем. Сен арқылы тіршілікпен тілдесем. Ел бетіне қалай түзу қараймын. Ана тілім, егер сені білмесем. Тілім өз тілім, ана тілім. Абай Мұхтар сөйлеген дана тілім. Қастерлейтін ол қызым, мәңгі сені боласың қабыстайтын дана тілім. Сенің арқан дүниеден сыр ұқсап, сенің арқан жүзіп ішсем тұнықтар. Туған анамды ұмытқаным еместе, туған тілім егер сені ұмытсам. Сенің арқан өзіңді өзің түсінсем, ақыл ойым айбатым сен, күшімсен. Қойсын маған күннің нұры түспей-ақ, ана тілім артыңа да өтсем. Ана тілін жақсы біліп тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең, бұл сүйініш. Ана тілін жақсы білмей тұрып, бөтенше сөйлесең, бұл күйініш. Қален Досмұхамбетұлы. Кім-де-кім ана тілін бағаламаса, сыйламаса, оны сауатты да мәдениетті адам деп санауға болмайды. Мұхтар Әуезов. Ата-анамыздың ақ сүтінен бойымызға тараған, ата-анамызды ұмыту ол бүткіл тарихымызда ата-бабамызды ұмыту. Бауыржан Момышұлы. Каждый год в сентябре месяце мы отмечаем День языков народа Казахстана. Казахстан – это единая для всех родина, одна страна, один народ, одна судьба. Один народ – это единые для всех национальные интересы.
Одна страна – это наша единая для всех Родина. Одна судьба – это трудности и победы, которые мы прошли вместе. Благодаря умелой политике нашего государства и его правителя в основу национальной политики положены принципы единства народа, равенства их между собой и перед законом, независимо от религиозных убеждений, политических взглядов и национальных принадлежностей. Поэтому в государстве нет ни одного закона, ущемляющего право этноса и гражданина, живущего в Казахстане. Мы живем в государстве, где единой семьей живут 18 миллионов человек, представителей более 100 национальностей и народностей. И все мы живем в государстве, в общем доме под единым шанраком. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня празднуем День языков Казахстана. Этот праздник для всех народов Казахстана. В основе многонационального праздника лежит такая идея. Каждый язык – это духовное наследие всего человечества, а культура – это бесценный вклад в мировую цивилизацию. Язык – это живая душа народа, его радость, боль, память, сокровища. Любой язык заслуживает уважения, в этом наша сила. Язык – благополучие народа, он способствует объединению и сплочению нации. В радости и грусти он всякий час со мной. Родной язык казахский, как родина родная. Мой язык народа – достояние. Он с детства каждому из нас знаком. Стихи и проза, сказки и предания – все мило нам на языке родном. Язык – это живая душа народа, его радость, боль, память, сокровища. Любой язык заслуживает уважения. В этом наша сила. Язык – благополучие народа, он способствует объединению и соединению наций. В нашей республике проживает около 130 национальностей. При этом каждая из них имеет неповторимую духовную и материальную культуру, свою историю, а также традиции и обычаи. Первый русский учил, дружился, князь учил. Он окрылял и давал простой речью учил. Читая Пушкина стихи, вдыхая строчек света, волнением сердца знал, как он прекрасен мир. Если ты хочешь судьбу переспорить, если ты ищешь отраду цветник, если нуждаешься в крепкой опоре, выучи русский язык. Он твой наставник, великий, могучий, он переводчик, он проводник. Если штурмуешь познание круче, выучи русский язык. День языков – это признак дружбы, родства и единства всех граждан Казахстана, а дружба народов, взаимопонимание и сотрудничество – главная опора строительства государства. Поздравляю всех с праздником, с Днем языков народов Казахстана. Учащиеся нашей школы свободно владеют казахским, русским, английским языками, ежегодно участвуют в лингвистических олимпиадах. Также в школе успешно функционирует школа молодого поэта, где участники, талантливые и одаренные ученики нашей школы имеют возможность развивать мастерство риторики. В нашей школе-гимназии имени Абая стала традицией отмечать День языков народа Казахстана. Этот праздник напоминает о том, как важно знать родной язык, сохранять традиции родного народа, а также понимать и уважать культуру любого народа. Салем, привет, hello, guten tag, ni hao, marhaba, витание, hola, аньон. Hello, my name is Anita. I am 11. I study in 6th class in Abay School Gymnasium. My name is Alton.
Hello, my name is Darhan. Hello, my name is Ajar. Hello, my name is Anwar. Hello, my name is Aisha. I'm 10. Hello, my name is Ayala. I'm 10. I like learn English. English? Hello friends, my name is Tamiris. I like English. Hi, my name is Balin. I like sport because sport is useful for our health. Goodbye. I like to play football. When I grow up, I will be a world champion. Hello, my name is Ella. I'm 10 years old. I like to paint. I want to be a famous artist, and for this I learn English. Friends, my name is Abay Jaslan. I like boxing and English. Bye bye. I like to play football. I play football a lot with my friends. Hello, my name is Hilkabay Hilas. I like to sing and listen to songs in English. I want to be a singer when I grow up. Hello guys, my name is Mitsuba. How are you? I like English very well. Hello, my name is Inabat and I like to play volleyball and run. I like learning English because English is my favorite language. I like learning English because with English you can study all over the world. After wasting free time, I ride a bike. I like skateboarding. The skateboarding it's my hobby. I like sport because sport is useful for our health. Music is a universal language and is understandable by everyone. Music has the power to make feel happy. Күн әдемі, көк әлемі, бұл суреті жас баланың. Ақ қағазға салған ізі, жазылған бар сөзі. Кешке нарисовал он на иске, и написал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. May there always be sunshine, may there always be blue skies, may there always be mommy, may there always be me. May there always be sunshine, may there always be blue sky, may there always be my mommy, may there always be me. Using English by everyone, speaking English is very fun. Don't be shy and show your greatness, using with showing competitiveness. Language is known worldwide. From a languages that work and English is known everywhere. It's great to use it anywhere. When you go to any country, this is the language of everybody. Being pronounced in a different place, different accents on different places. Learning foreign languages is very important in today's society because of progress in science and technology. English is the language of the world. As the first president Nursultan Nazarbayev said, we need the English to enter the global arena.